Сәлем баршаңызға, сіздермен Сантөгөл. Қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтардың бірі апельсиний пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы өте оңай жасалады. Видеоны соңына дейін толық көріңіздер. Және де керекті құрамдарын описание бөліміне жазып кететін боламын. Соны көрсеңіздер болады. Ең алдымен табағымызға осылай 2 жұмыртқаны жарып салып аламыз. Одан кейін оны осындай блинчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне осындай бір кәсе, яғни 100 грамм шекерімізді салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Бізде жақсылап араласқанда осындай ақшыл цвет пайда болу керек. Екеуінің қосындысында, міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай толық араластырғаннан кейін жылы осындай бір кәсе сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Және де шым-шым тұз қосамыз. Осылай қолымызбен. Және де осындай кесемен 30 граммдай сармай қоятын боламыз. Сармайды алдын ала осылай ертіп суытып аласыздар. Жақсылап тағы да барлығын араластырып аламыз. Араластырып аламыз осылай. Араластырып болғаннан кейін осындай ұнымыздың үстіне, 100 грамм ұнымыздың үстіне ас содамызды осылай салып, тағы да жақсылап осылай араластырып жібереміз де, үстіне осыны сеткісімен істеп өткізетін боламыз. Тағы да осы қоспамыздың үстіне 100 грамм тағы да ұн салатын боламыз. Ең алдымен бірінші осыны араластырып аламыз. Міне араластырған кезде бізде осындай сұйықтық пайда болады. Одан кейін тағы да 100 грамм саласыздар. Міне 100 грамм салғаннан кейін бізде қамырымыз бізде дайын болатын болады. Міне мен салдым. Ендігі кезекте барлығын жақсылап осылай араластырамын. Қазір осындай кішкене қою масса пайда болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бізде осындай масса болу қажет. Міне осындай масса пайда болады. Осы кезде сіздер пештеңізді алдын ала қосып қойыңыздар, қызып тұру керек. Ендігі кезекте бізге осындай бір апельсин керек болады. Апельсин сыртын дұрыстап, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде бір апельсин жетпей қалды. Үйде 2 немесе 3 апельсин болса қоссаңыздар болады. Ешқандай пирогыңыз дәмі бөлінбейді, наоборот күшті болып шығады. Менде сондай үйде бір апельсин болғандықтан осылай бір апельсинді қолдандым. Міне осылай барлығын кесіп шығасыздар. Кесіп болғаннан кейін ендігі кезекте осындай табағымызға май жағып алдым алдын ала. Сосын астына бірінші осындай шекерімізді осылай жағып аламыз. Міне осы сеуіп аламыз. Одан кейін мынағы апельсиндерімізді осылай дөңгелетіп, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Негізі менде көп болу керек еді, онымен менде азғантай болғандықтан осындай пайда болды. Міне достар, одан кейін манағы біздің немізді құямыз, қамырымызды. Ендігі кезекте 180 градус температурада 20 минутқа пісіріп алатын болады. 20 минутта уже сіздерде пирогыңыз дайын болады. Міне достар, жасап көріңіздер. Өте керемет болшады, тәп-тәтті, шаймен жегенге керемет. Рахмет, сіздермен Сантөгөл.